Саламатсыздар ма, студенттер? Мен Мұхамбетжан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы Ақтау көлік колледжінің оқытушысы Тұяқова Меруерт Әлханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы трансформаторлар. Жалпы бүгінгі тақырыпта қарастыратынымыз трансформатордың құрылысы, жұмыс істеу принципі және де трансформатордың түрлері туралы айтатын боламыз. Сонымен, трансформатор деп отырғанымыз кернеулі айнымалы тоқты жиілігін өзгертпей, басқа кернеулі айнымалы тоққа түрлендіретін электромагниттік құрылғы. Латын тілінден аударғанда түрлендіремін деген мағынаны білдіреді. Трансформатордың жұмыс істеу принципіне тоқталайық. Электромагниттік индукция құбылысына және параметрлік эффектіге негізделген. Негізгі элементтері магнит өткізгіш және онда орналасқан бірінші реттік орамалар мен бір немесе бірнеше екінші реттік орамалардан тұрады. Жалпы трансформаторлар түрлеріне қарай бөлгіш, күштік, импульстік, өлшеу және байланыс трансформаторы, сонымен қатар автотрансформаторлар деп бөлінеді. Осы трансформаторлардың жұмыс істеу принципі туралы қысқаша тоқталсақ, трансформаторлар жаңа айтқандай екі немесе одан да көп орамдардан тұрады. Бұлардың бірінші реттік орамы айнымалы тоқ көзіне, ал екінші реттік орамы міндетті түрде жүктемеге қосылады. Алдарыңыздағы суретте сіздерде трансформатордың сұлбасы көрсетілген. Трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті P2 бөлінген P1. Үш фазалы трансформатор. Үш фазалы кернеуді трансформациялау үшін осы көбіне үш фазалы трансформаторлар қолданады. Ең көп тарағандары өзекшелері бір жазықтықта орналасқан үш фазалы, үш өзекшелі трансформаторлар. Алдарыңыздағы суретте сіздерге үш фазалы трансформатордың сұлбасы көрсетілген. Ендігі бүгінгі тақырыпты тағы да ары қарай толықтыра түсу үшін бейнематериалға назар аударайық. Бұл бейнеде біз үш фазалы трансформатордың ең қарапайым құрылғысының жұмыс істеу қағидасы мен құрылымын қарастырамыз. Трансформатор жұмысының басты қағидасы электромагниттік индукцияға негізделген. Бұл қағидаға сай, контурмен байланысы бар айнымалы магнитті өріс оның ішінде электр қозғаушы күшін немесе ЭКК туғызады. Мұндай айнымалы магнитті өріске шарғы мен айнымалы ЭКК-ның жүйесі көмегімен оңай қол жеткізуге болады. Өткізгіштен тоқ өткен кезде магнитті өріс түзіледі. Шарғының түзетін магнитті өрісі суретте көрсетілгендей болады. Айнымалы тоқтың табиғаты тербелмелі болғандықтан шарғының магнитті өрісі де тербелетін болады. Бұл магнитті ағын темір магнитті материалдан жасалған магнитті өткізгіштің көмегімен екінші реттік орамамен тиімді байланысуы мүмкін. Аталған айнымалы магнитті өріс электромагнитті индукцияның арқасында екінші реттік орамалдарда ЭКК тудырады. Орамдар тізбектеліп орналасқандықтан, орауышта пайда болған жиынтықты ЭКК әрбір бөлік орамдардағы ЭКК қосындысына тең болады. Бірінші және екінші реттік орама арқылы бір магнитті ағын өткендіктен бірінші ораманың ЭКК мен екінші ораманың ЭКК тең болады. Бірінші реттік орауыштағы орамның ЭКК формулада көрсетілгенде кірістегі кернеуімен өзара байланысты болады. Нәтижесінде екінші реттік орамада пайда болатын ЭКК келесідей түрде көрініс табады. Бұл екінші реттік орамадағы орам санын бірінші орамдағыға қарағанда азайту арқылы кернеуді төмендетуге болатынын білдіреді. Және керісінше кернеуді арттыруға да болады. Алайда энергияның сақталу заңы бойынша бірінші және екінші тоқтар келесі тәуелділікке бағынуы тиіс. Үш фазалы трансформаторларда үш бірдей бір фазалы трансформатор алмасады.
Алайда олардың орама құрылғылары сәл өзгеше болады. Бұл жағдайда бірінші және екінші реттік орама шоғырланып орналасқан. Үш фазалы трансформаторда тағы 2 жұп осындай орамалар қолданылады. Жоғары қуатты трансформаторларда әдетте дискілі орама деп аталатын арнайы орамалар қолданылды. Оларда бөлек дискілік орамалар ішкі және сыртқы өткелдер көмегімен кезектесіп біріктірілген. Кернеу төмен орамалар үш бұрыш үлгісімен, ал кернеуі жоғары орамалар жұлдыз үлгісімен жалғанады. Осылайша, сызықты кернеу қосымша жоғары кернеу жақтағы үшеуінен квадрат түбіріне көбейтіледі. Сондай-ақ бұл үш фазалы көтеруші трансформатордан 4 сыртқа шығарылатын өткізгішті таратуға болатынын білдіреді. Үш фазалы және бірі бейтарап. Электр энергиясын бұру үшін жоғары кернеулі оқшауланған сыртқа шығарылатын өткізгіштер қажет. Трансформатордың магнит өткізгіші жұқа оқшауланған болат тілімшелерден жасалуы мүмкін. Осындай болат тілікшелер көрсетілгендей үш фазалы білік құрылу үшін бірге топталады. Бұл тілікшелер құйынды тоқтардың түзілуіне байланысты электр энергиясы шығынын қысқарту қызметін атқарады. Төмен кернеулі орамалар әдетте магнит өткізгішке неғұрлым жақын орналасады. Энергияның бірінші реттік орамадан екінші реттік орамаға өту кезінде түрлі энергия шығындары орын алады. Энергияның барлық осы шығындары жылу ретінде сейіледі. Сондықтан трансформатор жылуды сейілту үшін әдетте салқындатқыш майға батырылған. Май табиғи конвекцияның арқасында жылуды сейілтеді. Бейне материалды қарап болсақ, келесі бүгінгі тақырып бойынша тапсырманы орындаймыз. Алдарыңыздағы сілтемені басу арқылы Quizlet бағдарламасына көшеміз. Quizlet бағдарламасына бүгінгі тақырыптар бойынша термин сөздер берілген. Кернеу, voltage, transformer, трансформатор, transformer, electric current, электротоки, electric current, induction, индукция, wrapping, обмотка, wrapping, alternating current, direct current, постоянный ток. direct current. Бұл жерде сіздер, яғни бүгінгі сабақтағы термин сөздердің үш тілде айтылуын тыңдадыңыздар. Енді келесі тест тапсырмасы бар. Осы термин сөздер бойынша тест тапсырмасын орындайсыздар. Сонымен қатар гравитация ойыны бар. Яғни бұл жерде планеталарды астероидтардан қорғауларыңыз керек. Астероидтардың әрқайсында бүгінгі тақырып бойынша термин сөздер жазылған. Бұл астероидтар планетаға түспес үшін сіздер ағылшынша нұсқасын жауап ретінде жазуларыңыз керек. Ал егерде ағылшынша нұсқасын жазбаған жағдайда, бұнда астероид планетаға түсіп, сіздерге алдарыңызға сол сөздің ағылшынша нұсқасы көрсетілетін болады. Бұдан бөлек сіздерде сәйкестендіру тесті бар, яғни суретпен сөзді сәйкестендіреміз. Осы тапсырмаларды орындап, менің жеке почтама жібереміз. Бүгінге сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.